бөліп қарасақ, былайынан бөлінеді, жұмсақшы. Біраз тұрғаннан кейін де қатпайды. Достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сүттен жасалған үгілмелі жұмсақ печенье дайындаймыз. Сүтті коржик. Оған бізге керегі 400 грамм. Бірнеше рет илеп алыңыз. 100 грамм сары май немесе маргарин, 1 жұмыртқа, 80 грамм 80 мл немесе сүт, 200 грамм қант. Одан басқа 2 шай қасық разрыхлитель, пышақтың ұшында ванилин немесе 1 пачка ванильный сахар. Ең алдымен сүтті сироп жасаймыз. Ол үшін 80 грамм сүтімізді мискаға құямыз. Оған 200 грамм қант саламыз. Енді оны плитаға қоямыз. Араластыра отыра қантты ертеміз. Бірақ сүтті қайнатпаймыз, қантымыз ерісе болды. Қантымыз еріді. Қайнай бастағанда отты тез өшіріп тастадым. Сүтті сиропымызды басқа ыдысқа құямын. Енді оған майымызды саламыз. Араластырамыз. Майды ертіп, суытып қоямыз. 1 жұмыртқаны ыдысқа жарамыз. Және вилкамен жай ғана көпіршітеміз. Май суығаннан кейін жұмыртқаның жартысын саламыз. 2 шай қасық разрыхлитель саламыз. Енді қасықтың ұшында ванилин саламыз. Немесе 1 пачка ванильный сахар. Ванилинді көп салсаңыз, шыққан өнімнің түсі қоңырғай болып кетуі мүмкін. Араластырамыз. Енді ұнды себеміз. Аз-аздап. Арқарада қолмен ептеп нан илейміз. Бұл үгілмелі тестаны, песочное тестаны көп илеп тұруға болмайды. Әйтпесе наныңыз қатты болып шығады. Пысқан өніміз үгілмелі болмайды, қатып қалады. Егер де ұн жетпесе, тағы да ұн қосуға болады аздап. Ең қазір қосамын. Нанды столға қойып илеймін арқарата. Столға тағы да біраз ұн септім. Сонымен барлығы қосымша 40 грамм ұн қостым. Ұнның жалпы массасы 440 грамм болды. Міне енді тестамыз дайын. Көп илеуге болмайды. Енді оны 2-ге бөлсек, былайынан үзіледі. Қамырымыз дұрыс шықты. Енді оны суыту үшін холодильникке қоямыз 15 минутқа. Одан кейін уже печеньеміз жасауға болады. Холодильникке тестамыз тезірек жайылу үшін ғана қоямыз. Тестамыз холодильникте 10 минуттай тұрды. Енді оны жаямыз. Жуандағы 1 сантиметрге жақын болу керек. 8-9 мм болса да жарайды. Енді бұл қамырдан коржик кесуге болады. Мысалы, диаметрі мына сияқты 8-9 сантиметр. Жуандығы 7 мм екен. Жаңа өлшедім. Немесе осы сияқты печенькалар жасауға болады.
да қиып алдық. Етіне қазір жұмыртқаны жағамыз. Қажет болса ММД кондитердің ішіне салып қойға болады. Енді 200 немесе 210 градуста 10-12 минут пісіреміз. Түсі ақшыл сары болу керек, бледноватый. Қатты күйіп кетсе, онда печенье сықтырлап қалады. Менің духовкамда 4 полка бар, сон жоғарыдан санағанда екінші полкада пісіремін. Міне сонымен коржиктарымыз, сүтті коржиктарымыз, немесе печеньеларымыз 10 минут пісті. Енді бұл пісқан коржиктарымызды решеткаға қоямыз. Асты мен андай. Тестаның қалған қиықтарын жинап, қайтадан илеп, қайтадан печенье жасаймын. Печеньеға да бетіне жұмыртқасын жақтық. Енді қызып тұрған духовкаға қоямыз. Тағы да 10 минутқа 200 градуста. Мына печеньеларымыз жаңағы коржикқа қарағанда ұсақтау. Сондықтан 9 минут пісті. Міне размерін көріп тұрсыз, айырмашылығы қандай. Егер печенье жасасаңыздар, бұдан да жұқарақ қылып алыңыздар. Сонымен сүтті коржиктарымыз дайын. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.